көп біз айтқандай біздің баталарымыз көбінесе бата болмайды, жаңағы тойда тосқа айланады. Ол тос бері қалады. Біздікілердің онан кейін мына баталардың көбі андай музыкальный баталар. Батам батам батпасаң, батам батам батпасаң, да 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 батпасаң деген. Бұл баталар, бұл бата емес бұл. Батаны өзі жүректен шығып, мейлі ұзатқанға, мейлі қуанышқа, мейлі тойға, соған жүрегінен құрап айтатынды бата береді. Иә, жүректен шығатын нәрсе болу керек. Айта алмайсың ба, қысқа ғана Алла риза болсын деп айта бер, болды. Бізде ана обязательно шумақтап ұйқастырғанды жақсы көреді де бәрі. Ол өзі жүрегінде қасиет, онда ұйқастыру, ақындық, даралығың жоқ болса, оны жаттаудың керегі жоқ. Ол жаттанды бата болады. Одан кейін батаның ішінде жаңа бізге бердің май, көңіл, шай, көңілің болсын жай, бізге бердің ет, мақсатыңа жет, бізге бердің сорпа деген бата бар екен. Өткенде бір жерде сондай бата беріп жатса, соң айтым, бізге еще кока-кола берген, кока-кола қалып дедім, кока-коланы қос дедім. Сол не ол, не тілек ол? Сондықтан ол керек емес нәрсе. Адам өзі бір ақсақалға айтқан, мен үлкен кісі екен, келіскен, галстук таққан, ойладым, бір жақсы бата беретін шығар енді. Аумин деңіз дедім. Сөйтіп ана кісі бүйтіп тұрды да, бәріміз аумин болайық деді. Бәріміз аумин болайық деді. Содан кейін деп тұрды, бәріміз аумин болайық деді. Не айтамын оны? Сол үшін бұл бата, тілек, бұл жүректен шыққан Алланың пендемен байланысқандағы шыққан жүрек жар тілегі. Айта алмайсың ба, ең жақсы үлкен бата, бұл ең батаның батасы Алла риза болсын деген бата. Бұдан жоғары бата жоқ. Бұл универсальный бата. Содан кейін еркекке де жүреді, әйелге де жүреді, балаға да жүреді, қызға да жүреді, үйленгенге де жүреді, бала әскерге кеткенде жүреді, әскерде келгенде де жүреді. Алла риза болсын. Бұл батаның патологы. Сондықтан егер айта алмасаң, сондықтан бұны үйдегі ата-ана, балалары, қыздары бір-біріне тілек айтқанда, осы сөз көбірек айту керек. Алла риза болсын. Алла риза болса не болады? Аруақ риза болады. Алла риза болса ел риза болады. Алладан асып түсіп, біреу айта алмайды, я Алла, мен риза емеспін. Алла риза болып тұрса, біреу шығып айта